Әкім мырза, Шығыс өндірілік қолбасшылығының жеке құрамы отан қорғаушылар мерекесіне салтанат сапқа тұрғызылды. Ұлттық ұланның сарбаздары мемлекет басшысы президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев жүктеген міндеттерді сапалы орындап, жоғары кәсібилік пен адалдықтың озық үлгісін көрсетіп келе жатыр. Бүркітар Най жасағының киім үлгілерін, жауынгерлік қызметтегі киім үлгілерін таныстыруға рұқсат етіңіз. Бірінші, бұл біздің мергендердің киім үлгісі жасырын түрде барып өзінің позициясын қабылдап алады. Жаңа қолында өзімен бірге баррет қаруы, өзімен бірге онымен қатар оқтың бағыт-бағдарын тексеретін жаңағы дүрбі және де ветрометр, бұл жаңағы желдің соққысын есептейтін құрал. Бронетранспортер 80 жеке құрамды тасымалдауға, ұрыс алаңына апарып және алып келуге арналған бронемобиль. Ұлттық ұлан сарбаздары күніге қызметте біз өзіміздің міндетімізді ары қарай адалдықпен, абыройлықпен атқарамыз деп сенімді білдіреміз. Бізді сыйлап осылай келіп құттықтап марапаттап жатқанына біз үшін үлкен мақтаныш. Тамақ бар, уақытында ұйықтатады, уақытында тұрғызады. Тек жаңағы берген жаңағы тапсырмаларды үйреніп, орындап, мықты еліміздің қорғаушы болып шығу керек.